Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің Дастархан каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Динара. Бүгін сіздерге өте жұмсақ шелпек рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет ингредиенттер ұн, тұз және жылы су. Ең алдымен тұзды жылы суға қосып ертіп аламыз. Одан соң суды біртіндеп ұнға құйып, қолмен жақсылап илейміз. Қамырымыздың үстіне ас пленкасын және де орамалды үстіне жауып қоямыз. Кемінде бөлме температурасында 30 минутта тұру керек. Ал бізде жарты сағат өтті. Осылай қамырымыз өте жұмсақ, керемет болып шықты. Енді осы қамырды 7 бөлікке бөліп аламыз. Кесіп болған соң әрбір бөлікті осылай шарик формасына бөліп қоямыз. Қамырымызды өте жұқа қылып илеп аламыз. Мен әдетте ұнды аз қосамын. Себебі ұнды көп қосқан кезде майда қара түйіршіктер пайда бола бастайды. Қамырды осылай өте жұқа қылып илейміз. Міне менде видеодағыдай өте жұқа болып шықты. Қалған қамырымызды тура солай илейміз. Менде осындай дөңгелек қамыр дайын болды. Түзу болу үшін мен әдетте тарелкамен шеттерін дөңгелектеп аламын. Орташа қызып тұрған пеште шелпектерімізді пісіреміз. Өте жұмсақ болу үшін шелпектерді 4-5 секундта ғана майға малып алу керек. Егерде ұзақ пісірсеңіздер, онда шелпектеріміз қатты хрустящий болып шығады. Сондықтан тез-тез майға осылай видеодағыда қуырып аламыз. Мінеки шелпектеріміз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, алтын түстес, әрі өте жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен жасаңыздар, кез келген қыздардың қолынан келеді деген ойдамын. Ас болсын.